Атажан Киреев Адылбек, Қазақстан тарихы екінші сірес. Бірінші сұрақ: қазақ мемлекеттігінің тарихи сабақтастығы ежелгі дәуірден жаңа Қазақстанға дейін. Бірінші бөлім бұл бізде кіріспе. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі бұл тамыры тереңде жатқан көне дәуірден бастау алатын мемлекеттік дәстүрдің заңды жалғасы. Ұлы дала әрқашан түркі халықтарының саяси, мәдени және экономикалық орталығы болғандықтан, бұл аумақта мемлекеттік басқару мен құқықтық жүйелердің қалыптасуы мыңжылдықтар бойы үздіксіз дамыды. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи кездейсоқ құбылыс емес, керісінше сақтар, ұғымдар, түрік қағанаттар және орта ғасырлық Ақ Орда сияқты ірі тайпалық бірлестіктер мен империялардың саяси және этникалық мұрасының сабақтастығы десек болады. Бұл эссенің негізгі мақсаты осы тарихи тізбектің тұтастығын көрсету, яғни ежелгі мемлекеттік құрылымдардың қазақ ұлтының этникалық және саяси негізін қалаудағы рөлін айқындау. Бұл жұмыста алдымен қазақ хандығының құрылуына әкелген ішкі және сыртқы алғышарттарды қарастырамыз. Одан кейін қазақ хандығының өзінің қалыптасу тарихы және территориялық нығаю кезеңдеріне тоқталамыз. Сонымен қатар 20 ғасырда Алаш автономиясынан бастап Қазақ КСР арқылы мемлекеттіктің қайта жаңғыру кезеңдеріне шолу жасаймыз. Ең соңында КСР-ның ыдырауымен келген тәуелсіздіктің және бүгінгі жаңа Қазақстан тұжырымдамасының маңызын қорытындылайтын боламыз. Келесі бөлімімізде қазақ хандығының құрылуы мен оның алғышарттары және тарихи тамырлары. Қазақ хандығының құрылуы ұлы далалық кеңістіктегі тайпалардың экономикалық, этникалық және саяси интеграциясының заңды нәтижесі десек болады. Бұл оқиғаны туындатқан 6 негізгі алғышартты айта кете аламын. Бірінші орында бұл қазақ этносының консолидациясы. 15 ғасырдың ортасына қарай Әбілхайыр хандығының құрамында түркі тілдес көшпелі тайпалар, оның ішінде Найман, Қыпшақ, Қоңырат, Керей, Жалайыр деген және тағы да басқа тайпалардың ортақ мәдениет пен шаруашылық қажеттілік негізінде біртұтас этникалық топқа айналу процесі аяқталуы. Екіншісі бұл экономикалық және аумақтық қажеттілік. Көшпелі шаруашылық жүйесі жыл сайын жаңа жайылымдар талап етеді. Әбілхайыр хандығының шеңберіндегі ішкі жер даулары мен отырықшы аймақтарға, яғни Сырдария бойы ұмтылу қажеттілігі жаңа дербес мемлекет құруға түрткі болды. Үшінші алғышарт: ішкі саяси дағдарыс. Әбілхайыр ханның билігінің авторитарлық сипаты, жошылық дәстүрге сәйкес келетін сұлтандардың саяси құқықтарын шектеуі және оның ойраттармен жүргізген сәтсіз соғыстары үшін ішкі наразылықты күшейтті. Төртіншісі: ұлы даланың ежелгі мемлекеттік дәстүрі. Қазақ мемлекетінің негізгі тек қана 15 ғасырмен шектелмейді. Ол сақтардың тайпалық одағынан, ғұндардың әскери саяси тәжірибесінен және түркі қағанаты сияқты мемлекеттерден бастау алады. Бесіншісі: тұлғалық фактор және бастама. Керей мен Жәнібек сұлтандардың Шыңғыс ханның жошы ұрпағынан тараған заңды билік мұрагерлері болуы және олардың айналасына көшпелілерді топтастыру білу қабілеті және жаңа мемлекеттің құрылуына тікелей ықпал етуі. Алтыншы алғышарт: сыртқы саяси жағдай. Моғолстан ханы Есенбұғаның Әбілхайырға қарсы күресте одақтас іздеуі және Керей мен Жәнібек сұлтандарына Шу мен Талас өзені бойындағы батыс шекарасына
орналастыруы хандықтың алғашқы аумақтық саяси қауіпсіздігін қамтамасыз етті десек болады. Ежелгі және орта ғасырлық мемлекеттердің сабақтастығы. Қазақ мемлекеттігінің қалыптасуына Қазақстан аумағында ежелгі мемлекеттік құрылымдардың тікелей әсері мен рөлі зор. Олар қазақ хандығының саяси құқықтық жүйесінің іргетасын қалады. Мысалға айтсақ, сақтардан басталсақ, біздің заманымызға дейін 8 ғасыр мен біздің заманымызға дейінгі 4 ғасыр аралығында өмір сүрді. Орналасу территориясы Жетісу, орталық Қазақстан және Сырдария бойы. Сабақтастығы бұл әскери тайпалық одақтардың құрылу тәжірибесі, көшпелілердің батырлық және ақсүйектер конституциясының алғашқы үлгісі. Одан кейін бізде ұғымдар біздің заманымызға дейін 3 ғасыр және біз заманымыздың 5 ғасыр аралығында өмір сүрді. Қазақстанның батысы және орталық аймағында өмір сүрді. Бұлардың сабақтастығы далалық империяның иерархиялық басқару жүйесі, яғни оның ішінде шанью түмен басы десек деген ұғымдарды келтірсек болады. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мәңгілік ел идеясының бастауы осы ұғымдардан алады. Одан кейін түркі қағанаты бұл 6 ғасыр мен 8 ғасыр аралығы орталық Азия мен шығыс Қазақстан аумағын қамтиды. Сабақтастық мемлекеттік атау қағанат деген есімді алады, яғни хандықты білдіреді. Билік иерархиясы төре деген ұғыммен жүргізіледі. Орхон-Енисей жазбаларының көрініс тапқан ұлттық мемлекеттік сананың орнығуы. Одан кейін бізде маңызды болатын ол Алтын Орда. Біздің заманымыздың 13 және 15 ғасырлар аралығы Еділден Ертіске дейінгі Дешті Қыпшақ даласында үстемдік етті. Жошы ұлысының мұрагерлігі мемлекеттік істердегі Шыңғыс ханның Яса заңына сүйенуі ұлыстық басқару жүйесі кең таралды. Одан кейінгі мұрагер бұл Ақ Орда 13 мен 15 ғасырлар аралығы шығыс Дешті Қыпшақ аумағы. Тікелей саяси мұрагер Қазақ хандығының этникалық және аумақтық негізі Керей мен Жәнібектің шыққан ұлысы. Бұл мемлекет қазақ этносының қалыптасу орталығы болып табылады. Келесі бізде бөлім бұл қазақ хандығының құрылуы, тарихы, территориясы және құқық негіздері. Қазақ хандығының құрылуы 15 ғасырдың ортасындағы Дешті Қыпшақ тағы саяси дағдарыстың нәтижесі болып табылады. Әбілқайыр ханның, яғни көшпелі өзбектер мемлекеті қатаң билігіне және ішкі феодалдық соғыстарға наразы болған Шыңғыс хан ұрпақтары Керей мен Жәнібек сұлтандар 1459 жыл шамасында өздеріне қарасты тайпалармен бірге Моғолстан аумағына көшіп, сол жерде Есенбұға екі сұлтанға батыс шекарасындағы Шу мен Талас өзенінің бойындағы аумақты береді. Хандық Қасым ханның билігі кезінде, яғни 1511-1521 жылдар аралығында күшейіп, алтын ғасырына жетті. Ол хандық территориясын кеңейтті, яғни Дешті Қыпшақтың көп бөлігін Түркістан қалаларын қосты. Қасым ханның Қасқа жолы атты заңдар жинағы да шығарылды. Бұл қазақ хандығының мемлекеттік құқықтық жүйесін қалыптастырды. Территория Абылай хан кезінде, яғни 18 ғасырда қазақ жоңғар соғыстарынан кейін толықтай нығайтылып, қазіргі Қазақстанның негізгі аумағын қамтыды.
Келесі сұрақ: қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері. Біріншісі ол алаш автономиясының жариялануы. 1917 жылғы Ресейдегі ақпан және қазан төңкерістерінен кейін қазақ зиялылары Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов және Дулатов секілді тұлғалар ұлттық мемлекет құруға талпынды. 1917 жылы желтоқсанда Орынборда өткен жалпы қазақ съезінде алаш автономиясы жарияланды. Бұл қазақ халқының дербес, зайырлы, құқықты мемлекет құру жолындағы 20 ғасырдағы алғашқы әрі маңызды қадамы болды. Алайда азамат соғысы мен кеңес үкіметінің қысымына байланысты Алашорда үкіметі 1920 жылы таралды. Одан кейін кезең Қазақ АКСР және Қазақ КСР құрылуы. Алаш зиялыларының күш-жігері нәтижесінде 1920 жылы Кеңес одағы құрамында Қырғыз автономиялы социалистік Кеңес республикасы құрылды. Бұл республика қазақ халқының этникалық территориясын біріктіріп, мемлекеттік шекараны анықтады. 1936 жылы Қазақ АКСР Кеңес одағының одақтас республикасы мәртебесін алып, Қазақ Кеңестік социалистік республикасы болып қайта құрылды. Бұл кезеңде қазақ мемлекеттілігінің саяси, әкімшілік және территориялық негізі сақталып, ұлттық кадрлар қалыптасты десек болады. Соңғы сұрақ: КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздігінің жариялануы. 20 ғасырдың соңындағы КСРО-дағы ішкі дағдарыс пен қайта құру саясаты одақтас республикалардың тәуелсіздікке ұмтылуын күшейтті. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақ жастарының ұлттық сана-сезімінің оянуына және Кеңес одағының орталықтандыру саясатына қарсылық білдіруіне негіз болды. 1991 жыл тамыз бүлігі Мәскеудегі орталық биліктің әлсіреуі Қазақстан үшін тәуелсіздік алуға қолайлы жағдай туғызды. 1991 жылы 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституцияға заң қабылдайды. Бұл оқиға қазақ мемлекетінің толыққанды егемендігін қалпына келтірді және мыңжылдықтар бойы қалыптасқан мемлекеттік дәстүрдің заңды жалғасы болды. Соңғы пункт жаңа Қазақстан туралы. Тәуелсіздіктің алғаннан кейінгі Қазақстан нарықтық экономика және демократиялық даму жолына түсті. Қазіргі уақытта Қазақстан жаңа Қазақстан тұжырымдамасын іске асыруда. Бұл бағыттың басты мақсаттары әділеттік пен заңдылықты нығайту, саяси реформаларды жүргізу, тереңдету, ұлттық экономиканы әрі қарай ұлғайту және азаматтық қоғамды дамыту. Жаңа Қазақстан бұл әлемдік қоғамдастықта өз орны бар халықаралық бастамалардың белсенді қатысушысы және аймақтық тұрақтылықтың кепілі болып табылатын мемлекет. Мемлекеттің басты құндылығы азаматтардың құқықтары мен еркіндігін қорғау және әрбір азамат үшін тең мүмкіндіктер жасау. Қорытынды: қазақ мемлекеттің тарихы сақтардан бастау алып, түркі қағанаттарында нығайып, Ақ Ордада этникалық негізін қалайды. Қазақ хандығында толыққанды дамып, Алаш Ордада жаңғыруға ұмтылып, Қазақ КСР арқылы территориялық тұтастығын сақтап қалған үздіксіз сабақтастық тізбегі.
1991 жылғы тәуелсіздік декларациясы осы көп ғасырлық тарихи дамудың заңды және логикалық аяқталуы болып табылады. Қазіргі жаңа Қазақстан бұл тарихи мирасты сақтай отырып, болашаққа бағытталған әділдік пен дамуды басты құндылық еткен жас мемлекет.